Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттарды қорғау және ақпараттарды қорғау әдістерімен танысамыз. Ақпараттық қауіпсіздік бұл қазіргі таңдағы ақпараттандыру саласындағы электронды ақпараттардың, электронды жүйедегі ақпараттардың, электрондық инфрақұрылымдардың ішкі және сыртқы қауіпсіздік шараларынан қорғау жүйесі болып табылады. Ақпараттық қауіпсіздік бұл ақпараттардың қолжетімділігінен, тұтастығынан, құпиялығын қамтамасыз ету процесі ретінде қолданылады. Ақпараттық қауіпсіздіктің міндеттеріне бұл қорғалатын ақпараттардың, құнды ақпараттардың бөгде адамдардан қорғалуы, жоғалып кетпеуі және таралып кетпеуінен сол әдістерді қолдана отырып қауіпсіздік шараларын жүргізу болып табылады. Жалпы барлық жерде қазіргі таңда электронды жүйеде сандық технологияларды қолдану жүйесінде ақпараттық қауіпсіздік өзінің құнды ақпараттарды қорғау әдістерін қолдана отырып кеңінен қолданылып келеді. Ақпараттарды қорғаудың негізгі 4 түрі бар. Ол бірінші криптографиялық ақпараттарды қорғау әдісі, аппараттық ақпараттарды қорғау әдістері, бағдарламалық ақпараттарды қорғау әдістері және ұйымдастырушылық ақпараттарды қорғау әдістері болып 4 түрге бөлінеді. Криптографиялық ақпараттарды қорғау әдістері бұл шифрлеу, кодтау әдістері болып табылады. Оларды құпия сөздерді енгізе отырып, сіз өзіңіздің құнды ақпараттарыңызды бөгде адамдардан жасыру мақсатында қорғаныс жүйесін жүргізе аласыз. Криптографиялық әдіс бұл қазіргі таңда кеңінен қолданылатын және ең тиімді әдістердің бірі болып табылады. Қай салада, қай жүйемен жұмыс жасасаңыз да, міндетті түрде құпия сөздерді енгізу, логин парольдерді қолдану, олардың бөгде адамдарына таралып кетпеуінен, олардың қолданысына жол бермеуіне өз септігін тигізуде. Мысалға алатын болсақ, қазіргі таңдағы денсаулық сақтау саласындағы электронды жүйе қызметтерінде бұл жерде де қызметкерлердің өзі, денсаулық сақтау саласының қызметкерлері сол жүйеге кіру үшін өзінің арнайы рұқсатыменен, құпия сөзіменен, яғни бір сөзбен айтқанда логин парольдермен ғана кіреді. Пациентте де дәл сондай, өзінің медицина қызметті пайдалану үшін сол мобильді құрылғылардың көмегімен өзінің логин паролін енгізіп, өзінің аккаунтын енгізіп, сондай қызмет жүйесін қолдану арқылы ғана жүзеге асырылады. Себебі ақпараттарды қорғау бұл медицина денсаулық сақтау саласындағы барлық саладағы құнды керекті ақпараттардың бөгде адамдарға кетпеуі, жоғалып кетпеуі немесе бүлінбеуінен сақтау үшін қолданатын әдістер болып табылады. Ақпаратты қорғаудың келесі түрі бұл аппараттық ақпаратты қорғау әдісі болып табылады. Жалпы аппараттық әдістерге бұл құрылғылардың көмегімен ақпарат тасымалдаушы құрылғылар, ақпаратты енгізу шығару құрылғылары болып табылады. Мысалға, бейне камералар бұл жаңағындай тыңдау құрылғылары, керекті маңызды ақпараттардың жасырын түрде оны түсіру, жасырын түрде оны тыңдау бақылау системасына жазып қою, немесе сіздің құнды ақпараттарыңыз болатын болса, оның бір данасын қорғау саласында бір данасын тасымалдаушы құрылғылар, флешкалар немесе компакт дискіде сақтау болып табылады. Бұл аппараттық тәсілдермен, әдістермен көптеген қазіргі таңда ақпаратты қорғау жүйесі жүзеге асырылуда. Себебі бұл да тиімді әдістердің бірі болып табылады. Мысалға, веб-камераларды қою арқылы ең құнды ақпаратты тұратын мекемелермен немесе өзінің маңызды құжаттары сақталынған жерлердің қауіпсіздігін шараларын жүргізуге өте тиімді болып табылады. Келесі ақпараттарды қорғау әдістері бұл бағдарламалық әдісі болып табылады. Бағдарламалық әдіс дегеніміз компьютерге арнайы жазылған, яғни антивирустық бағдарламалар немесе кодтау шифрлеуге арналған арнайы жазылған бағдарламалар болып табылады. Антивирустық бағдарламалар бұл компьютердегі зиянды вирустарды жоюға және вирустардың сол компьютердегі маңызды құжаттарды жойып кетуіне жол бермеу үшін қолданылатын бағдарламалар болып табылады. Қазіргі таңда осы антивирусты бағдарламалар міндетті компьютердің дұрыс жұмыс жасауына өзінің септігін тигізу үшін қолданылады. Яғни жұмыс барысында компьютерлеріңіздің бөлініп қалмауы, жұмыс жасауының дұрыс болуы,
немесе ішіндегі вирустарды жойып, олардың керекті маңызды ақпараттарының бүлініп кетпеуіне, жоғалып кетпеуіне, жол бермеуіне өзінің қамтамасыз етілуімен жұмыс жасап атқарылуда. Келесі ақпараттарды қорғаудың түрі ол ұйымдастырушылық түрі болып табылады. Яғни міндетті, мысалға, денсаулық сақтау саласында мекемелерде құнды ақпараттар бір жерде шоғырланып, немесе бір кабинетте, бір бөлмеде тұруы мүмкін, иә. Жаңағындай сіз сақтап алып қалған бір данасы оның немесе маңызды құжаттар қағаз жүзіндегі ақпараттар болатын болса, оларды жанбайтын сейфтерге, немесе сол бөлмеге арнайы орнатылған өртке қарсы құралдарды қолдана отырып, жанбайтын сейфтерге өзіңіздің құнды ақпараттарыңыздың бір данасын сақтап алып қалу, сол бөлмеге жүргізілетін дабыл қаққыштық сигналды құрылғылар, өту бақылау системасы, жүйесі деп атаймыз мысалға. Оның көптеген ірі басқармалық мекемелерде осы өту бақылау жүйесі жүргізілген. Себебі бұл да қорғаныс жүйесінің бір түрі болып табылады. Осы қорғаныс жүйесінің барлығын қолдана отырып, сіз өзіңіздің салаңыздағы маңызды құнды ақпараттардың бөгде адамдардың қолдану рұқсатсыз кетуінен, немесе оның таралып кетуіне жол бермеуінен сақтық шараларын жүргізу болып табылады. Сол мекемедегі немесе сол кабинетте орналасқан құнды маңызды ақпараттарға қорғану саласына тән ол темір решеткалар, темір есіктер қолдану болып табылады. Яғни осының барлығын әдістерді қолдана келе, қорыта келгенде біз қазіргі таңда электронды сандық технологияларды қолдана отырып, барлық жүйеде, барлық салада электронды жүйелерді қолданыс жұмыстарын жүргізіп келеміз. Сондықтан бұның ішінде ең маңыздысы бұл ішіндегі құнды ақпараттарды, маңызды ақпараттарды қорғау болып табылады. Яғни электронды жүйе, электронды сандық технологиялар, осының жүйедегі ақпараттардың таралып кетпеуі, немесе рұқсатсыз бөлініп кетпеуінен, таралып кетпеуінен, осының барлығынан қорғаныс жүйесінің жұмыстарын атқару болып келеді. Қазіргі таңдағы, мысалға, қаржы саласындағы, банктегі құпия сөздер енгізу, бұл пин-кодтар, парольдар, банкоматтардың қолданылуы, әртүрлі қазіргі таңдағы мобильді қосымшалар қолданған кезде әр тұтынушының өзінің соған кіру рұқсатымен кіру, осылардың барлығы қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етілу болып табылады. Қай саланы алатын болсақ та, денсаулық сақтау саласы, білім саласы, қаржы саласы, тағы да басқа салалардың барлығын қарастыратын болсақ, бұл электронды жүйенің жұмысының ең бірінші атқаратын қызметі бұл ол ішіндегі ақпараттардың қауіпсіздігіне жауап беру болып табылады. Өмірдегі ең маңызды құнды дүние бұл ақпарат. Себебі ақпарат арқылы адам дамиды, жұмысының барлығын атқара алады. Қазіргі таңда сандық ақпарат технологияларын қолдану уақытында құнды ақпараттардың таралып кетпеу үшін осындай әдістердің кеңінен қолданысы ақпарат қауіпсіздігін сақтайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.